Саламатсыңдар ма балалар? Біз бүгін сендермен бірге 8-ші сынып Қазақстан тарихынан 20-шы ғасырдың басында Қазақстан бөлімінің қазақ ұлттық интеллигенция өкілдері ұлттық мүддені қалай қорғады тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Бүгінгі тақырыбымызда біз ұлт көшбасшысы Әлихан Бөкейхан жайында сөз қозғаймыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты Әлихан Бөкейханның саяси көшбасшылық қызметіне баға беру. Әлихан Бөкейханов кім? Егер Латын Америкасы үшін Симон Боливар қандай болса, Әлихан Бөкейханов қазақ үшін сондай тұлға. Егер Ататүрк қандай болса, Әлихан қазақ үшін сондай. Егер Махатма Ганди Үндістан үшін қандай болса, Әлихан қазақ үшін сондай тұлға. Мәмбет Қойгелдиев. Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Ұлт азаттық және Алаш қозғалысының жетекшісі. Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы. Әлихан Бөкейханов Семей облысы Қарқаралы уезінде дүниеге келген. Әлихан білімді, бостандық пен әділдікті жоғары бағалаған ортада өсті. Алғашқы білімді ауыл молдасынан алды. Кейіннен қаладағы 3 сыныптық бастауыш мектепке ауысады. 1879-1886 жылдары Қарқаралы қаласындағы қазақ балаларына арналған мектепте тәрбиеленді. 1886 жылы омбыдағы 4 жылдық техникалық училищеге қабылданды. Ол 1890 және 1894 жылдары Санкт-Петербургтағы Орман институтының экономика факультетінде оқыды. Осы жылдары ол барлық студенттік қозғалыстарға белсенді түрде араласты. Бөкейханов Ресей жандармерия басқармасының назарына алғаш рет студенттік жылдары-ақ ілігіп, саяси сенімсіздердің қара тізіміне алынды. Әлихан бұл тізімнен патша үкіметі күйреп, кеңес үкіметі орнаған жылдары да 1937 жылдың қыркүйегінде халық жауы болып атылып кеткенге дейін шыққан жоқ. Ал балалар, енді сабақты одан әрі тереңірек меңгеру үшін мына бейне баянға назар аударыңыздар. Ол кісі Петроград университетінің орман ағаш факультетін тәмамдаған. Заң факультетіне Ленинмен бірге экстернат болып емтихан тапсырған. 9 тілде еркін сөйлеп, жаза білетін. Біздің ақыл ойымыз Тоқырауын өзеніндей болса, Әлихан Бөкейханов Балқаш көліндей дария еді ғой. Үкіметтің қарақұғын жасаған күндерінде айдауына да, абақтысына да шыдап, ел үшін басын құрбан қылған ат төбелінде ғана азамат тобы болды. Бұл топты баулыған Әлихан. Басқа жұрттың басшылары тым-тырақай болып, шет патшалықтарға шығып кеткенде, Әлиханның қоныс аудармай қалуы да елін сүйгендікке дәлел. Әкемнің мысы кез келген адамды басып тұрушы еді. Әкем өзін тұтқындауға сауылдап кіріп келген тергеушілерді көргенде, саспастан: "Лиза, шай ғой, қонақтар келді. Бұлар мәдениетті кісілер, дәстүр аттамайды" деді. Олар үндей алмай қалды. Сол паузаны пайдаланып: "Кешіріңіздер, телефон шалуға бола ма?" деді. Олар рұқсат берді. Көршісі, аса белгілі кеңес ғалымы трубканы алғанда: "Вася, мен ұзақ командировкаға кетіп барам. Лизаны саған тапсырдым. Аманат" деді де маған қарап: "Лиза, сен анда-мұнда жүгірме. Одан ештеңе шықпайды. Бұл барса келместің командировкасы" деді. Заманымызға қазақ үшін өмірін, білімін жұмсап, ауыр жазаларға кіріптар болып, жанын қиып жүрген күллі қазақ халқына бірінші дерлік жан басшымыз Әлихан Бөкейханов. Егер әйгілі Бөкейхановқа келетін болсақ, ол қазақ даласының асқан білгірі, қазақ тұрмысының нағыз әмбебап энциклопедиясы, өлке тарихының оқымыстысы. Ешқандай кітап оны ауыстыра алмайды. Әлихан оқытушылық қызмет атқарып, ғылыми жұмыстармен айналысты. Орыс географиялық қоғамы Батыс Сібір бөлімшесінің мүшесі болды. Ресей жалпы географиялық сипаттама атты еңбекті жазуға қатысты. Щербина экспедициясының құрамында болды. Ақпан төңкерісінен күткен үміті ақталмайды. Уақытша үкімет, оның ішінде өзі мүшесі болып жүрген кадет партиясының көсемдері қазаққа
автономия беруге қарсы болады. Оның үстіне олармен жер мәселесі жөнінде де ымыраға келе алмайды да, ол бұл партиядан шығып, болашақ ұлттық автономияны құрмақ болады. Құрылтайдан оралысымен Әлихан қазақ тарихында тұңғыш саяси ұйым Алаш партиясын ұйымдастыруға кірісті. 1917 жылдың желтоқсанында екінші жалпы қазақ съезінде Алаш автономиясы жарияланып, Әлихан Бөкейхан сол алғашқы ұлттық автономияның тұңғыш төрағасы болып сайланды. Алаш партиясы 1917 жылы 21 қарашада жалпы ұлттық қазақ газетінде өз бағдарламасын жариялады. Партияның негізгі мақсаты Ресей Демократиялық Федеративтік Республикасы құрамындағы қазақ автономиясын құру. Алаш ел ішіндегі беделді партияға айналды. Алаш өкілдерін кейіннен кеңес өкіметі қуғын сүргінге ұшыратты. Алаш партиясының мүшелері большевиктердің идеялары мен құндылықтарын қазаққа жат құбылыс ретінде қарастырып, қабылдамады. 1926 жылы 2 рет тұтқындалып, түрме азабын тартты. Әлихан Бөкейханов Мәскеуге жер аударылады. Зор беделінен қорыққан большевиктер үкіметі оны Қазақстанға жолатпады. Онда 10 жыл үй қамауында отырған Әлиханды 1937 жылдың тамызында қайта тұтқындап, бір айдан кейін жалған жаламен 71 жасында Мәскеуде 27 қыркүйекте ең жоғарғы қылмыстық жазалау шарасы ату жазасына кеседі. 1989 жылы 14 мамырда КСРО жоғарғы сотының қаулысы бойынша әрекетінде қылмыс құрамы жоқ болғандықтан ақталады. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым публицист Әлихан Бөкейханов бүкіл саналы ғұмырын өз халқын отаршылдық езгіден азат етуге, тәуелсіз мемлекет құруға, ел жұртына білім беріп оны гүлдендіруге арнады. Ал енді балалар, сабақ түсінікті болса, енді тапсырмаларға кірісейік. Енді сіздерге балалар бірінші тапсырма. Мынау алдарында берілген суретті пайдалана отырып, сұрақтарға жауап береміз. Берілген суреттерден қандай ақпарат алуға болады және осы суреттерді өзара қалай байланыстыруға болады? Келесі тапсырма. Әлихан Бөкейханның ұлт көшбасшылығы қызметіне талдау жасаңыз. Қазақ ұлттық қозғалысының көсеміне айналды. Енді осыған бір себеп және бір дәлел жазыңыз. Енді балалар, соңғы тапсырма. Әлихан Бөкейхан өміріндегі маңызды оқиғалар мен жылдарды сәйкестендіреміз. Біріншісі, Мәскеуде 27 қыркүйекте ең жоғарғы қылмыстық жазалау шарасы ату жазасына кесілді. Екінші, Шербина экспедициясының құрамында болды. Үшінші, жалпы қазақ съезінің төрағасы болып сайланды. Ал балалар, сендер осы оқиғаларды тұсында көрсетілген жылдарменен сәйкестендіресіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Елдің егемендігін көксеген ер Әлихандай азамат болып өсе беріңдер.